Қазір біздің оператор каналға барады. Каналды көрсет, басқаны көрсетпей ақ қой ешкімді. Ісмің кімдір? Жарқын. Жарқын, не болды? Біз осы бетонды біз құйғанбыз. Ар жағын бәрін ақшасын берді, бер жағын ақшасын берген жоқ та. Біз 350 мың ба сондай ақшамыз қалып кетті. Менен ақша алғандай. Иә, ол хозяин 1 миллион 300 мың ақша берді. Сіздерге ма? Иә, бетонға бізге 300 мың берді, бетонға 1 миллион берді. Тағы 350 мың ба сондай ақшамыз қалды біздің. Сіз айтпаңыз, біреудің еңбек ақысын жеуге болмайды ғой деп. Или сайрамда бола бере ма? Жоқ, болмайды. Қорқып тұрсың ба? Не, өлтіріп қою мүмкін бе? Жоқ, тоқалға жібере ма? жоқ. Не қорқасың? Енді ол өзбектердің бастығы ғой. Содан кейін бұл сол қорқып тұр. Ұлт қайта бермеш. Жоқ, ұлт емес, шынымен ғой. Бүкіл Қарабұлақ одан қорқады. Анау мал базар бар ма қорқыныш па? Мал базар қақар ма? Сол ғой. Содан кейін бәрі қорқып тұр ғой бұл. Үндемей, бірақ ақшаларын бермей айдап жүргенде мен бердім. Жайлап келатыр десе. Бірақ сақ болу керек, Жұмысы бітіріп заканса. Жоқ, жаман адамдар көп қой. Бір күні анау малдың жанына қойып сатып жіберсе қайтесің? Жоқ, маған болмай ма? Жоқ, артымайда ақша қалапсыз, неғым келмейді де болмаса. Берді бермесе бір ақша аламыз ғой бар. Өлгенде аламыз ғой бар. Өлгенде? Өлгенде аласың, жаназасына келіп айқай шығарасың ба? Не дейсің? Бәрі сауымын аласың ғой. Жіберме, ақшасын бер бізге деп. Талай бай лақтырған байлардың артынан осып айтқан адамдарды көрдім, бірақ жаназасы өлгенде бәрі бол, жақсы адам еді деп үндемей тұра береді, дау қылмайды. Садақа қылады да енді. Садақа қылады. Садақа. Бірақ айтыңыздар, енді сіздер, мен сізге айтар едім, осы Түркістан облысына еңбек инспекторы бар, соған арыз жазыңыздар, осындай біздің еңбек ақымызды жеп жатыр деп те. Сізбен заңсыз келісім шарт жасағанын, қалай сізге ақша аудармағанын, бұрынғы ақша берген бе еді, Каспийге тастаған бе еді? Иә, берген, иә. Оны қалай бергенін бәрін көріп тұрып, бұны жаңағы заңсыз кәсіпкерлікпен айналысқан үшін жазасын береді. Түсініп отырсыз ба? Өйткені сізге айлық беру үшін сізді тіркеу керек, келісім шарт керек, жаңа ГПХ ма, жоқ трудовой договор ма, бәрі болу керек та. Ал олсыз сіздің құқығыңызды шектеп, еңбегіңізді қанағаны ол болады. Бірақ полицияға әрде арыз жаза беруге болады. 350 мың дедіңіз ба? Сіздікі ғой, Иә. Сіз оған, мынау менің ақшам деп айттыңыз ба? 350 мың? Иә, біледі онда. Қайтар дедіңіз ба? Иә. Ол қайтармай кетіп бара жатты ма? Жоқ, берген жоқ, сол. Жоқ, артқа қарады ма? Бірақ көрді ғой сіздің қайтар дегеніңізді? Иә. Енді полицияға барасында арыз жазасын грабеж бойынша. Осындай менің мүлкімді қайтар деп айттым, қайтармады, алып кетті деп. Түсіндің ба? Дәл осылай жазсаң грабеж болады. Ал егер үндемей алса кража болады. Өйткені араңда келісім жоқ қой. Бірақ сен айтып тұрсың, ол сенің ақшаң, дұрыс па? Сенің ақшаңды бермей отқан болса, егер айтқаның рас болған болса, қаһардың өзінде шақырамыз, қаһар әке, кел, өзіңді айтсаң болады, өз ойыңды, екі жақты болсын ақпарат, бәлкім сен өтірік айтып отқан жоқсың. Атың Жарқын дедің бе? Жарқын. Жарылдап тұрып өтірік айтып отқан жоқсың. Балдырын бәрі біледі. Енді біз екінші жақ бәрі естуіміз керек те, Жарқын, дұрыс па? Сен айт дегенде бәрі бола бермейді ғой, бауырым. Рахмет. Еңбегің рахатты болсын, кімге жұмыс істеуді білсе ол енді. Ай, сен де жібересің. Рахмет, сау саламат болыңыздар.